Ұлттық тәрбие жоғалса, бұл не нәрсеге апарады? Қандай қауіпқа, қандай қатерге? Ең бірінші, ұлттық тәрбие бізді не нәрсеге үйретеді? Ауызбіршілікке, өзіңнің дәстүріңді сақтауға. Өткенде қазақы дәстүр ол кең тараған сондай бір тарихи жол. Қазақтың дәстүрі, қазақтың тәрбиесі бізге ауызбіршілікті не үшін үйретеді? Өйткені ауызбіршілікте бізде не бар? Берекет бар. Халық ауызбіршіліктің арқасында осы күнге дейін өмірі созылып, өмірі берекелі болып, кең қанатын жайған. Енді қазақ тәрбиесі, ұлттық тәрбиесі жоғалса, қазақ өзін жоғалтады. Өйткені ұлттық біздің өзіміздің негізгі ұлттық кодымыз бар. Бұл біздің тіліміз, бұл біздің діліміз. Адам қазақ тәрбиесін көрсе, бұл нені алады? Бұл кішіпейілдікті алады, кішіпейілдікке үйренеді, қонақ жайлылыққа үйренеді. Кішіпейіл, жомарт, қонақ келсе, не істейді? Қарсы алады. Және қазақтың тәрбиесі батырлыққа үйретеді. Өйткені қаншама кең байтақ жеріміз бар. Оны қазақ қалай сақтап қалды? Ол қазақ өзінің несімен, ауызбіршілігімен, қазақ даналығымен және батырлығымен сақтап қалған. Сол себепті ұлттық тәрбие бұл көп нәрсені қамтиды. Оның ішіне дәстүрді кіреді, оның ішіне көптеген жақсы қазақы қасиеттер кіреді. Өйткені әлемдегі қаншама ұлттар бар, барлығы не қазақ десе бірден танып қояды. Не арқылы? Өйткені қазақтың ішінде жақсы қасиеттер кең тараған, жақсы қасиеттер басқа ұлттарға осы тарих қаншама жылдардың, қаншама ғасырлардың ішінде қалыптасып кеткен, оның барлығын басқа ұлттар таниды және оны сезіп, өзіне кейбірлерін алып сіңдіріп алған, өзінің ұлттық тәрбиесіне біздің қазақ дәстүрімізді, қазақы тәрбиені не істеп алған, өзіне үлгі тұтып алған. Тіпті кейбір біздің немізді, ұлттық тағамдарымызды да кейбір сыртқы шетелдік европалық ұлттар алып алған.